Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ноосфераны қалыптастыру адамзаттың саналы дамуының жаңа кезеңі. Яғни бұл сабақта біз ноосфера ұғымына, оның даму тарихына, маңыздылығына және оны қалыптастырудағы адамзаттың рөліне тоқталамыз. Ноосфера дегеніміз не? Сұрақ. Ноосфера дегеніміз бізде грек тілінен аударғанда ноос сана және сфера дегеніміз шар дегенді білдіреді. Яғни саналы қабық мағынасын береді. Бұл жерде біз биосфераның адам санасы мен ақыл ойының ықпалымен қалыптасқан жаңа эволюциялық деңгей. Ұғымның енгізілуі француз ғалымдары Леруа мен Тейяр және 1927 жылы енгізген ұғым болатын. Сонымен қатар бізде Вернадскийдің ноосфера ілімін қалай енгізді, яғни қалай атады деген сұрақ болады. Вернадскийдің ілімі ноосфераны биосфера мен қоғамның өзара байланысынан туындайтын жаңа тіршілік формасы ретінде сипаттайды. Жаңа тіршілік формасы 1930-40 жылдары Вернадский ноосфераны биосфера мен қоғамның өзара байланысынан туындайтын жаңа тіршілік формасы деп сипаттайды. Яғни біртұтас жүйе, ноосфера табиғат пен қоғам заңдылықтарының біртұтас жоғары жүйесі. Адамның рөлі, адамның саналы ақыл ойы табиғат пен қоғам арасындағы қарым-қатынасты басқарады және реттейді. Сонымен қатар ноосфераның негізін қалаушы Вернадский, яғни бұл Владимир Иванович Вернадский 1863-1945 жылы орыс және кеңес биохимик және геосферадағы тіршілік әрекетінің зерттеуші және ноосфера ілімінің негізін қалаушы болатын. Сонымен қатар биосферадан ноосфераға өту кезеңі бұл қалай? Яғни биогенез дейміз, өмірдің пайда болуы мен қарапайым формаларынан күрделі формаға дамуы. Мысалы, көп жасушалы организмдер күрделі тіршілік формаларынан пайда болуы және экологиялық жүйелерінің қалыптасуы. Адам қоғамның пайда болуы, адамның табиғатқа әсер етуінің қабілетінің артуы, ғылыми техникалық прогресс, қазіргі уақытта ғарыштық және ядролық технологиялардың дамуын ноосфераға өтуге жол ашты. Сонымен қатар қазіргі замандағы ноосфераның маңыздылығы ғылыми техникалық даму, экологиялық мәселелер, үйлесімді даму. Яғни ғылыми техникалық даму дегеніміз табиғаттың ресурстарын тиімді пайдалану және ғарышты игеруге мүмкіндік береді. Адамзаттың тұрақты даму үшін ноосфералық көзқарас өте қажет. Әлеуметтік және экономикалық заңдылықтардың табиғат заңдылықтарымен үйлесуін айтамыз. Яғни бізде ноосфераға қосқан үлесі Вудконың. Бұл жерде Вудко 1984 жылы биосфераның қалыптасуында адамзат қоғамның біртұтастығын ерекше атап өтті. Біртұтас қоғам адамзаттың бірлескен күші мен саналы әрекет арқылы биосфераны сақтайды. Адамзаттың бірлігі мен жауапкершілігі ғарыштан көрініс адамзаттың жерге деген жауапкершілігі және тұтастығын айқындайды. Біздің планетамыз ортақ үйіміз, оны бірлесіп қорғауымыз қажет. Яғни қорытындылай келе, ноосфера адамзаттың болашағы саналы әрекет, бірлескен күш жігер, әркімнің өзінің үлесі бар. Бүгінгі сабақта ноосфераның толыққанды талдап шығатын боламыз.